Сәлем достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен Әсел Шуыраз қызы бүгінгі видеороликте қарапайым десерттің ең оңай әрі тез дайындалатын десерттің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны толық қарамас бұрын каналға тіркеліп, бағалауды ұмытпаңыздар. Рецепттің мөлшерінің барлығын описаниеде қалдыратын боламын. Егер де сізде үйіңізде осындай желінбей тұрған печеньелер немесе осындай кішкене қатты болып, немесе срогы өтіп кеткен деген секілді осындай печеньелер болатын болса, оларды қоқысқа тастамай, оның орнына әдемі десерт жасауға болады. Міне сонымен сіздермен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге осы ыдыс керек болады, яғни газға қоятын ыдыс. Сосын бұл ыдысымызға қантты, какаоны, сүтті, сары майды құйып, газға орташа отта 7-8 минутта сары май мен сүтті сары май еріп, сүт жылғанша кішкене ғана қоятын боламыз. Егер де оны қатты, яғни оттың асты қатты болатын болса, және сіздер араластырмай тұратын болсаңыздар, бұл іртік-іртік болып жаман болып кетуі мүмкін. Сол себептен араластырып тұрыңыздар әрбір минут сайын. Одан кейін жаңағы печеньемізді еземіз. Блендердің көмегімен немесе кәдімгі оқтаудың көмегімен де езсеңіздер болады. Салафанға салып, немесе ыдыстың үстінен осылай мен көрсеткендей әдіспен езсеңіздер болады. Орамалға аз-аздан салып, үстінен оқтаумен бассаңыздар, содан кейін оны ыдысқа салып жинап аласыздар. Не осылай тиімдірек болады. Блендерге аз-аздан салып уақыт кетіргенше, оданша осылай істеген ыңғайлы. Одан кейін жаңағы біздің дайын болған ингредиенттерімізді қосып, сосын жаңағы соленый орех деп айтады, яғни тұзды орехты қосамыз. Содан кейін барлығын араластырып, пищевой пленкаға кәдімгі колбасаның формасында етіп жинаймыз. Соленый орех қосу маңызды емес, оның орнына кәдімгі жаңғақ немесе мейіз секілді кураганда қоссаңыздар өте дәмді шығады. Сол негізі міндетті емес, егер жоқ болса, оны қосып әуре болмақ қойыңыздар. Бұлай да өте күшті болып шығады. Егер де сіздер осындай сникерс секілді дәмді болғаны қаласаңыздар, онда соленый орех қосуға кеңес беремін. Өте оңай, тез дайындалады. Айтпақшы, видеоның жоғары жағында менің инста парақшам бар. Міне сол парақшаға да тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Онда егер де сіздер блогерлікті, яғни блогер болуды бастап жүрген болсаңыздар, онда неше түрлі кеңестер, ақыл кеңестер мен ақпараттар бар. Міне солардың барлығын жіберіп алмас үшін, және де жеңіл желпі рецепт түрлерін жіберіп алмас үшін жазылып қоюды ұмытпаңыздар.